Қарағандыда қоқыс шығару тарифі көтерілуі мүмкін. Қоқыс шығаратын компаниялардың есептеулері бойынша қатты тұрмыстық қалдықтарды әкетуге арналған қолданыстағы тариф қазіргі шығындарды өтемейді. Сондықтан компаниялар өз қызметінің құнын шамамен 2 есеге арттыру қажет. Осы мәселенің талқылануы туралы тақырыпты тілші тарқатсын. Я хочу сказать, что Мен 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүргізушілер мен тасымалдаушылар мұндай жағдайға жұмыс істей алмайтынын айтқым келеді. Бұл онсыз да өте лас және алғысыз жұмыс. Қоғамдық кеңестің қарауына Қарағандыда қатты тұрмыстық қалдықтар тарифін көтеру бойынша жобалаушы материалдар жолданған. Тарифті 98%-ға, яғни кісі басына 380 теңге болар тарифті бірден 751 теңгеге дейін 2 есеге көтеру ұсынылды. Тариф құнына қатысты мәселені қызметті ұсынушы Горкомтранс, Ресайклинг және Экоәлем Қазақстан қоқыс шығаратын компаниялар және екінші жағынан қоғамдық кеңес мүшелері, қалалық белсенділер мен заңгерлер, экономистер талқылады. в 2021 году, когда 21 жыл жүргізушілерге берілген жалақыны атап айтып өттім. Қазіргі жалақыны одан да айтарлықтай өсім жоқ. Жұмысшылар разы емес. Бөлініп жатқан қаржы мен еңбекақысы сәйкеспейді. Кездесуде қызмет ұсынушы компания маманы есеп айырысу үшін құжаттардың толық тізімін ұсынбағандықтан өсуді арттыру үшін соманың объективті негізділігін көрсетпейді деген қорытындыға келді. Я спросил, да, вот 750 теңге. Сіз жаңа 750 теңге деп шығардыңыз. Ал мен бүкіл құжаттар мен келісімдерді қарап шықтым және ол жерден мен есептегенімде шамамен 535 теңге шықты. Бұл қалай болғаны? Атап айтқанда, қоғамдық кеңес өкілдерінің айтуынша, ұсынылған есептеулерде кәсіпорындардың сұрыптаудан түскен пайдасы көрсетілмеген. У вас есть прибыль. Сізде кез келген жолмен пайда бар. Картон сұрыптау, пластик, металл, шыны, тағы да басқа. Біз біле бермейтінде пайдалар көп. Экология министрдің бұйрығына сәйкес бұл қалдықтар енді қалдық болып саналмайды, бірақ қайта өңделетін материал болып табылады. Яғни мұның бәрі табыс. Сіз неге шығындарды ғана айта бересіз? Өздеріңізге келетін пайданы неге көрсетпейсіз? Бұл әділ емес. Мысал ретінде Қарағандыда табысты дамып келе жатқан компания айтылды. Ол қоқысты тек алып пайдаға ие болып қана қоймайды. Ол қайта өңдеп шығарады. Әкімдік өкілдерінің пікірінше тарифті көтеру қажет, өйткені қалдықтарды шығару проблемалары мен халықтың шағымдары бар. Яғни мұның бәрі әр жолы компанияларға ақша жетіспейтіндігіне тіреледі. Техниканың бұзылғаны туралы дәлелдер келтіріліп жатыр. Біз жаңа техника сатып ала алмаймыз, өйткені ақша жинай алмаймыз. Компания неге жабдықталмаған, өйткені адамдар мұндай төмен жалақыға жұмыс жасамайды. Тарифтің жоғарылауымен бәрін өзгертеміз деп сендіреді. Мұны да түсінуге болатын мәселе деп санаймын. Соңғы рет тариф 2021 жылы бір адамға 221 теңгеден 380 теңгеге дейін көтерілді. Содан кейін қызметтің нашар жағдайына байланысты әкімдік пен компаниялар арасындағы меморандумның орнына өсім орын алды. Соңғысында жақсы жұмыс істеуге, арнайы техниканы жаңартуға, яғни 15 қоқыс жинау пунктінің құрылысын аяқтау, 20-дан астам рұқсат етілмеген полигондарды жою, сұрыптау цехтарының жүргізушілеріне, тасымалдаушыларына, жұмысшыларына жалақыны орта есеппен 67%-ға асыру секілді уәделер болды. Қоғамдық кеңес отырысының қорытындысы бойынша тарифтің негізділігін тексеру үшін жұмыс комиссиясын құру туралы шешім қабылданды. Ерке Албекболат, Равиль Валиев, 5-ші арна.